4-ші сынып, әдебиеттік оқу, 66-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы ит адамның досы. Сабақтың мақсаты өз ойымды білдіремін. Шығармашылық жұмысқа дағдыланамын. Миға шабуыл әдісі. Балалар, итім болса шіркін деген тақырыпқа өлең құрастырып көрейікші. Ал енді менің нұсқамды тыңдаймыз. Мысалы, итім болса шіркін, ойнар едім мүмкін, асыр салып күнде деген сияқты ұйқастырып өлеңдер құрастыруға болады екен, Ал енді балалар, мына жануарлардың қайсысын асырағың келеді? Неге сол жануарды асырағың келеді? Мысалы, мен мысық асырағым келеді. Неге? Өйткені мысық, балалар, үйдегі тышқандарды аулайды екен, және өте таза, күнде бетін жуады екен. Онан кейін, балалар, оның бір жақсы қасиеті бар екен. Адамның қай жері ауырса, сол жерге келіп, яғни емдік қасиетін дарытады екен. Деген сондай жақсы жақтары көп екен мысықтың. Ал енді балалар, біз бүгін осы Бердібек Соқпақбаевтың «Көшер кесе» деген әңгімесін оқимыз. Ал енді Бердібек Соқпақбаев деген кім? Ол балалар әдебиетінің классигі, 1924 жылы 15 қазанда Алматы облысының Нарынқол ауданында дүниеге келген. Ол Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын, кейін Мәскеуде жоғары әдеби курсты бітірген. Біз Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» деген әңгімесін білеміз. Яғни киносында көріп жүрміз. Және «Балалық шаққа саяхат» деген кітабын оқыдық. «Балапан торғайды» оқыдық. Оның көп деген кітаптары бар, әңгімелер жинағы бар екен. Соның ішінде бүгін біз «Көшер кесе» әңгімесін оқимыз. Балалар, бұны кезекпен оқып шығамыз. Ал енді балалар, оқып бітсек, осы «Көшер кесе» әңгімесі бойынша биопоэма әдісін құраймыз. Яғни аты сипаттайтын сөз жазамыз, оның жақсы көретінін жазамыз. Неден қорқады ол? Басынан қандай сезім өткізді? Болашақта не күтеді? Мекен жайы және тегі. Іске сәт. Олай болса, балалар, кәнекей, енді тексерейік. Аты майлаяқ, сипаттайтын сөз. Тазы тұқымтас, сезімтал, еркін екен. Жақсы көретіні иесін жақсы көреді екен. Неден қорқады? Иесінің тастап кетуінен. Басынан өткізген сезімі қимастық, сағыныш. Болашақта не күтеді екен? Иесі мүмкін қайтып келер деген. Мекен жайы ауыл, үйшік деп жазсақ болады. Тегі үй жануары немесе ит десек болады екен. Өте жақсы, балалар. Ал енді топтық жұмыс. Бірінші топ. Мәтіннен майлы аяқты сипаттаған жерін тауып оқимыз. Екінші топ. Болжа, яғни Әбекеңнің қолында қалған ит тағдыры қалай болады деп ойлайсыңдар. Ал үшінші топ. Мәтіннің негізгі ойын анықтаймыз. Топтық жұмыс жасағанда бір-бірімізді тыңдаймыз, сыйлаймыз, әркімнің ойы құнды. Білгенге маржан. Балалар, біз бұрыннан білеміз, 7 қазынаға не жататын, кәнекей айтып көрейікші. Мына суретке қарап айтсақ болады екен. Яғни ер жігіт, сұлу әйел, ақыл, білім, жүйрік ат, қыран бүркіт, берен мылтық, жүйрік тазы.
яғни 7 қазынаға ер жігіт, сұлу әйел, ақыл, білім, жүйрік ат, қыран бүркіт, берен мылтық, жүйрік тасы жатады екен. Ал енді балалар үйге тапсырма. Үйде осы мәтінді түсініп оқып, мазмұндап келесіңдер, және ит туралы қызықты ақпарат тауып келеміз. Кері байланыс. Балалар, бүгінгі біздің кері байланысымыз ерекше. Сендер өздерінің алдарындағы жапсырмаларды қай төлді жақсы көресіңдер. Мұны соған әкеп жапсырасыңдар. Және сол туралы қызықты мәліметтер жинап келеміз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.